Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2018 жылы шыққан «Убрайтесь, друзей» Darknet фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, видеоны соңына дейін көріп, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Матиас атты жігіт ноутбуктың паролін теруде бірнеше рет қателескен соң дұрыс парольді әзер табады. Осыған қарағанда ноутбук ұрланған болуы керек. Операциялық жүйе ашылғанда онымен бірге веб-камера және Spotify программасы пайда болады. Матиас өлеңді қосып өзі жасаған программаны тексермекші. Бұл программа іс-қимыл арқылы сөйлеу мәнерін мәтінге аударып береді екен. Бірнеше рет тексерген соң Матиас Амая атты қызына жалғайды. Амая сөйлей алмайды екен және Матиас сол үшін жаңа программа ойлап тауыпты. Байланыс үзілгенде Матиасқа достары Skype арқылы ойын ойнауды ұсынады. Басты кейіпкерімізге ноутбук үнемі Нора атты белгісіз жігіттің сақталған паролін ұсынуда. Қызық ретінде кірген Матиасқа қыздар әртүрлі хабарлама жазып фотоларын жіберуде. Бәрін енді ақтарайын деп жатқанда экранда достары пайда болады. Достары үйден шығуға ерінген соң Skype арқылы ойнамақшы екен. Бір кезде операциялық жүйе қателік шығарып бәрін өшіріп жібереді. Facebookқа қайта кірсе, қыздар одан кері қайтатын билет талап етуде. Осыған қарағанда ноутбуктың иесі қыздармен жатқан соң кері билет алуға уәде берген сияқты. Достарына қайта жалғаған Матиас ноутбуктың неге қататынын тексеруде. Барлық бәле жесткий дисктан екен. Матиастың досы оған қалай программа арқылы дисктің ішінде қанша орын қалғанын көрсетпекші. Сөйтсе диск белгісіз файлдарға толып кетіпті. Жабық файлды ашқан Матиас ішінде толған белгісіз біреулердің видеоларын көреді. Бір кезде достарына қайта қосылса, екі қыз үйленетіндері жайлы хабарлап жатыр. Бәрі той болатынына қатты қуануда. Амая хабарламаға жауап беретін емес. Екеуінің бірге өткізген сәттерін қарап отырғанда оған Амая Facebookпен хабарласады. Екеуі қанша тырысса да дұрыс сөйлесе алмағандықтан Амая қоңырауды өшіреді. Бір кезде Матиасқа ноутбуктың иесі жазады. Ол Матиасты ұры деп тезірек ноутбукты алған жеріне қайта қоюын талап етуде. Матиас істеген ісіне өкініп, енді ноутбукты өшірейін дегенде оған белгісіз біреуден хабарлама келеді. Ол ноутбуктың иесіне тезірек заказды орындауын жазыпты. Матиас онымен сөйлесіп көрмекші. Онымен байланысқа шығу үшін Матиас Река атты программаға кіру керек екен. Досынан бұл программа жайлы сұраса, досы білмейтін болып шықты. Программаны қосқан Матиас шынымен өзенде кетіп бара жатқан қайықты көреді. Программаның біртүрлі дауысын естіп отырған достары оның тезірек экранды Skype-қа жалғауын өтінуде. Сөйтсе, достарының бірі бұл программаны білетін болып шықты. Оның айтуынша, бұл интернет желісіндегі Darknet сияқты программа екен, және ол жердегі барлық қолданушылар Харон есімін пайдаланатын болып шықты. Ал ноутбуктың иесі Facebook'та керісінше Нора екенін көріп, достары бұдан бір сәйкестікті байқайды. Файлдағы видеоларды көрген достары ноутбуктың иесі Wi-Fi-ды бұзу арқылы веб-камераны ашатын хакер екен түсінеді, және бұл жұмысты ол заказбен істесе керек. Біраз уақыттан соң тағы бір файлды ашқан Матиас ішінде тұрған биткоиндарды байқайды. Достарының айтуынша бұл биткоиндар $1 миллион тұрады екен. Белгісіз біреу Матиасқа заказды қалай орындау керектігін жазуда. Сонда ол достармен бірге файлдағы соңғы видеоларды көрмекші болып шешеді. Бұл хакерлер әсіресе қыздарды ұстап заказда айтылғандай азаптайтын болып шықты. Амаяға жалғаған Матиас оның көршісін көреді, ал Амая болса душта екен. Бір кезде қыздың артынан біреу пайда болып басына пакет кигізеді. Белгісіз жігіт Матиастың кім екенін және ноутбукта не істеп жатқанын білетін болып шықты. Егер достарының біреуі Skype-тан шықса, онда келесі құрбандақ сен боласың деп қорқытады. Не істерін білмеген Матиас бұның бәрі өзі ойластырған квест екенін айтуда, бірақ достары оған сенетін емес. Матиас Амаяны тезірек үйіне шақырады және интернет арқылы соңғы видеодағы қызды іздей бастайды. Шынында да бұл қыз жоғалған болып шықты. Достары егер бұл жай ойын болса, онда биткоинді қалай жасадың деп сұрауда.
Сонда Матиасқа бір ой келеді. Барлық биткоинді өз картасына аударып, хакерлермен келісімге келем деп ойлайды. Сол сәтте оған әлгі жігіт жазып, бұл әрекеттің қате болғанын айтады. Өйткені бұл счетты басқа да адамдар тексереді екен. Хакер де амалсыздықтан түрін көрсетіп, жағдайдың ушығып кеткенін айтуда. Матиастан кошелектің кодын сұрап, биткоинді өзіне аударған соң бәрі тынышталғанын ескертеді. Достары оған ойын жайлы әртүрлі сұрақтар қоюда, ал Матиас болса оларға не айтарын білмейді. Бір кезде олардың скайптарына басқа да харондар қосылады. Ол кезде Лекса атты қыз телефонмен сөйлесіп кеткен еді. Матиас достарына ешқандай батырманы баспауын ескертуде, бірақ көп ұзамай батырмалар өздігінен ашылады. Оларға хакерлер видео арқылы Лексаның қай колледжде оқитыны және оның мекен жайын көрсетеді. Сосын барып біз видеода төбеден құлаған Лексаны көреміз. Достары паника ұстауда, ал харондар скайптан бір мезетте бәрі шығып кетеді. Амая Матиасқа хабарласып өзінің метроға келгенін көрсетуде. Байланыстан үзілген сәтте Матиас достарына бар шындықты жайып салады. Оның не білдірген түсінген достары оған ашуланып отыр, өйткені дәл жаңа олардың көзінше құрбылары қайтыс болды. Матиас бәрін сабырға келтіріп, Амая біліп қоймас үшін олардың камера алдында ештеңе білдіртпей ойнауын сұрайды. Бір кезде хакерлер қайта қосылып, енді оларға AJ-дің каналын көрсетуде. Оның әрбір сөзін кесіп, ойын сауық алаңында теракт жасаймын деген видео құрайды. Бірнеше минуттан соң AJ-дің үйіне спецназдар келген түсініп, достары оған тезірек жерге жатуын өтінеді. Харондар енді AJ-дің ноутбугына қосылып, динамиктен дробовикті оқтаған сияқты дауысты қосады. Бұны естіген спецназдар AJ-ді достарының көзінше атып түсіреді. Енді хакерлер келесі кезекке Серенаны қояды. Серенаның үйінде жарық өшкен соң скайпта жаңадан біреу пайда болады. Видеода Серена Наридің ауыр халде жатқан анасы жайлы сұрауда. Сол кезде экраннан екі видео шығады. Біреуі метрода тұрған Нари, ал екіншісі емханада жатқан Наридің анасы. Серена екеуінің біреуін таңдау керек, егер уақыт бітсе, онда екеуі де өледі. Серена не дерін білмеген соң хакерлер бірінші емханада жатқан Наридің анасын өлтіреді. Одан кейін метрода тұрған Нариді біреу келіп пойыздың астына итеріп жібереді. Есі ауысқан Серена қорқып отырған кезінде үйіне белгісіз біреу кіріп, оны да өлтіреді. Скайпта тек Матиас пен Деймон ғана қалды. Енді Матиас Амаяға алаңдап, оны метроға барып өз алып кетпекші. Хакермен сөйлесіп отырған Деймон оның деректерін көшіріп алған ескертсе де, көп ұзамай хакерлер компьютерге қосылып, оларға видео жібереді. Видеоны көргенде барып, олар бұның бәрі әуел баста жасалған тұзақ екенін аңғарады. Амая Матиасқа келіскен жерге келгенін айтуда, бірақ Матиас қандай жер жайлы айтып тұрған түсінер емес. Бір кезде хакерлер Матиастың программасы арқылы Амаяға ішке қарай кіруін ымдап жеткізеді. Деймонның үйінде белгісіз біреу пайда болады. Ол Деймонды дарғасып жатқанда компьютерге жалғанған хакерлер Деймонның атынан біз ауыр қылмыс жасадық деген өлерден алдыңғы хат жазуда. Осылай хакерлер айғақтарды жойып, бәрін Матиастың достарына жабады. Сол кезде Амая қираған ғимараттың ішіне кірген болатын. Көп ұзамай оны да бір харон тауып алады. Бір кезде Матиасқа экранда дауыс беру жүріп жатыр екен. Сөйтсе бұл Даркнеттегі шоу болып шықты, және бұған көп ақша төленсе керек. Матиас не тірі болады, не қазір өледі. Уақыт біте салсымен бәрі Матиасты өлтіруге дауыс берген екен. Осылай бірнеше секундтан соң басты кейіпкерімізді фургонмен қағып өлтіреді. Осымен біздің «Убрать из друзей» Даркнет атты киномыз аяқталады. Кино жайлы өз пікірлеріңізді комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын баса кетіңіздер, өйткені бұл да бір қазақша контенттің дамуына үлкен демеу. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де келесі жүздескенше сау болыңыздар.